Мен анда ең соңғы бір сорлы қылып жіберді ғой, мә. Самый последний адам қылып жіберді ғой мен, әйтеуір. Неше түрлі пабликтар салып, 5 сутка қамады. Біреулер қуанып. Алдында бір уағыз айтатын кісі неге түспеді жол апатына. Оны қуанып та адамдар. О, жақсы болды ғой деп. Осылар өлсе екен деген сияқты да. Мен айтам да, мен бір нәрсе бір айта қалып едім, бітті. Кетті да былай. Мен қазір сақалсыз біреу айтсыншы, болды, ұмытылып кетеді. Бір сақалы бар, бір осындай сипаты бар адам болса, болды, оны айналдырады ғой, неше түрлісі. Мен бір адам өлтіріп қойып, бір адам зорлап қойған сияқтымын. Сондай қылып жіберді ғой мені, короче. Альхамдулилля, хайыр. Адам не демейді, демезе жүре береміз ғой. Сол еркектің басына не өтпейді. Бәрі жақсы. Просто анам ойындайды да. Сол жағы жаман да. Бірақ олардың сөздері сіздерді қайғыртпасын дейді ғой. Ше қайғыртпайды, альхамдулилля. 0 ғой, 0. Мен кезінде білесіздер ғой, әнші болдым. Ол қазіргі күнге дейін мен әнші деп жатыр ғой, певца деп та. Певца осудили, бүйтті сөйтті. Біріншіден мені певец дегенге мен разы емеспін да. Мені әлі певец дейді мысалы үшін. Екіншіден көп жала жабылып жатыр да. Үшіншіден бір сорлы қылдыңдар да мені. Енді нормально не дейік та. Мен ол нәрседен бір жаман болып кетіп жатқан жоқпын. Үйде былайынан екі демді құшақтап жылап жатқан жоқпын да мен. Мен спокойно жүрмін да, жұмысымды істеп, анда-мында барып, сапарлатып, демалып, әлейғара деп та. Так что анау бір неше түрлі пабликтардың нелері бар ғой, ертең сендер Аллахтың алдында қатты жауап бересіңдер. Шли андай бір неше түрлі Тұрсынбек ағамыз жайында неше түрлі нәрселер таратып жатсыздар. Қорықпайсыздар ма? Біреулер айтып жатыр да, бауырым қайтесің мән бермесеңші, енді өздеріңіз білесіздер ғой, қанша мән бермей келдім, үндеген жоқпын. Бұл жерде просто бұйрық болып тұр да. Анашым айтып жатыр, балам, бір ауыз айтып жібер, мыналар қатты кетіп жатыр деген сияқты. Енді бұл жерде білесіздер ғой, біздер өздеріміз жүре береміз, бірақ аналарымыз уайымдайды. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін демекші, біз оларға сәби боламыз да. Хочешь, не хочешь, сәбиміз да. Жасың 40-қа, 50-ге, 60-қа келсең де сәби боласың. Сол үшін мен сәбимін да, анамның, ол кісінің өтінішімен салып отырмын да, айтып да. Осылай деп. Сол, Алла береке берсін. Ассаламалейкум, қалайсыздар? Маған осындай посттар көп келіп жатыр да, бәрі жіберіп жатыр да, осыны бәрі дұрыс па, бәрі жақсы ма, сендер Рүстем деген сияқты. Альхамдулилля, менде бәрі жақсы, аман есен. Жалпы бізде елімізде осындай не бар да, заң бар. Яғни, мысал үшін қарапайым адам, қарапайым мұсылман, дін туралы ақпарат сала алмаймын. Мен парақшамда оған дейін білесіздер, неше түрлі Құран аяттары болды, дін туралы жаңағыдай біраз ақпараттар салып отырған едім. Негізі ондай нәрселерді салуға болмайды екен. Осыдан бір жыл бұрын біз осы бір пост шығарған кезде мені штраф салды маған сол үшін. Сен қандай дін өкілі бол? Сен мұсылман бол, христиан бол, жаңағыдай яхуди бол, қандай дін өкілі болып тұрып сен сол дін туралы ақпарат тарататын болсаң әлеуметтік желілерде, онда сені сол заңмен жаңағыдай жазалап административный штраф болады да саған. Тек осыған ғана қатысты маған штраф салынды, міне. Себебі бір жыл бұрын мен штрафты төледім. Ол мен тек жалғыз мен емес, мен сияқты дін туралы, мысал үшін жаңағыдай сондай өздерінің парақшаларын жүргізіп жүрген блогерлер, Құран аяттарын салатын, сира айтатын, жаңағыдай неше түрлі бір блогерлер бар ғой, енді аттарын айтпай ақ қойын, анау деген сияқты. Солардың бәріне негізі ондай штраф салынды. Бұл андай бір қорқынышты нәрсе емес. Мысал үшін қазір сен шылым шегіп, шылымды жерге тастай салсаң, саған штраф салады. Дұрыс па? Себебі ол заңымызда болмайды. Сол сияқты нәрсе да ол. Альхамдулилля, еліміз бар, біздің заңымыз бар, сол себепті ол заңға қайшы болғаннан кейін жазаланады да адам. Административті штраф. Мені ешқайда бір нетіп, қамап қойып, тағы да басқа нәрселер болған жоқ. Себебі мен анамды айтып жатыр да, балам, не болды деп қайта анамды уайымдатып жатыр да, адамдар осындай неше түрлі бір болмайтын нәрселерді жіберіп, салып та. Байқасаңыздар, парақшамдағы бүкіл діни ақпараттардың бәрін алып тастадым. Құран оқығанды, азан шақырғанды, тағы да бір неше түрлі бір фихи мәселедегі пікірлерді деген сияқты алып тастадым. Неге? Себебі ол біздің заңымызға қайшы. Мен қарапайым мұсылманмын, мен бір жаңағыдай ресми осы біздің еліміздің бір несі емеспін да, рұқсат берілген дін өкілі емеспін да, сол себепті
мен альхамдулилля бәрін алып тастадым. Контентті енді басқаша жүргізетін боламын. Сол бір жыл бұрын мені сол бір резонанс болған. Бір бауырымызбен мен контент шығарып дінге қатысты. Содан кейін де мен парақшам көзге түсіп, бұл кезде штраф салынған болатын. Жақында соңғы резонанстан кейін қайтадан осы қайталап маған соған қатысты негізі штраф салынып отыр, айыппұл салынып отыр. Сол себепті берер кеңесім, қарапайым мұсылмандар діни ақпараттар салмаңыздар баршыларыңызға. Қандай да болсын, Құран аяты болсын, не болсын, ол заңымызға қайшы. Альхамдулилля, ешқандай сіздер ойласаңыздар, егер бірінші адамға жаман ой келеді ғой, ешқандай қысым көрсетілген жоқ. Маған штраф келді, WhatsApp-ма жаңағыдай уведомление дейді ғой, міне осындай штраф келді, мен опа дедім де, мен түсіндім, міне, альхамдулилля, уже екінші рет осыған қатысты штраф келіп жатыр. Сол үшін маған контентін өзгерту керек. Бұл енді заң себебі бәрімізге ортақ та. Бұл Рүстем дауысы жақсы екен, дауысы әдемі екен деп көз жұма салу деген нәрсе болмайды да ол. Азан шақырып жүр ғой, Құран оқып жүр ғой деген сияқты. Итакта біраз нәрсеге көз жұмылған шығар негізі. Альхамдулилля, біздің негізі еліміз жақсы ғой. Бейбіт елде тұрып жатырмыз. Алла тағала елімізге тыныштық берсін, біздің басшымызға күш қуат берсін, береке берсін, ол кісінің ғұмырын ұзартсын. Альхамдулилля. Жалпы сол, альхамдулилля. Мен разымын. Иншалла контентте ол қайырда өзгертеміз да, басқаша түсіреміз. Айтпақшы, 17-ші айфон көңілдеріңізден шықты ма? Мен көңілінен шықпады, таң қалдырамады мені. Өзімше негізі 15 алып, 16-ны алмай 17 аламын деп жүргем ғой. Сөйтіп 17-ні де алмайтын болдым. 18-ді күту керек болып тұр. Білмеймін, ұнаған жоқ. Қандай дүкендер білесіз жақсы? Айфон алатын. Пленки опасны. Знаете, вот без пленки что может быть? Қандай айфон аламын деп ойлап жатсыздар ба? 16 Pro Max алайын деп жатырмын, 17 емес. 17-ні көрдім да, мен кішкене сәл көңілім қалып қалды, енді 18-ді бірден алармын деп, бірақ 16 Pro Max алуға келдім. Pro Max 512 ақ түсі бар ма? Бар. Ол соны берсеңіз маған иншалла онда. Негізі мына жерде тұр да, 17. Осы дүкендерде бар екен, бірақ қойшы деп тұрмын да. 17-ның айырмашылығы қандай? Zoom, я? 120. Куда машине? Бұның өзі жетеді иншалла. Давай. Так, бисмилля. Распаковка на пленка стиватор. Тут без пленки опасно. Знаете, вот без пленки что может быть? Вот это вот может быть. Так что, бірден пленка тағып алыңыздар. Вот. Новый iPhone 16 Pro Max.